ренжіген адамның үндемеуінен қорық. Өйткені ол жауап бермесе, Алла ол үшін жауап береді. Жақсы адам бол, бірақ оны дәлелдеуге тырыспа. Адамның мінезінде 3 асыл қасиет болу керек: сабыр сақтау, әр нәрсенің шегін білу, үнсіздік сақтай білу. Бұл өмірде ақыл, талант, сұлулықтан да көбірек көмектеседі. Жалғыз өзің жүріп өтуің керек жолдар бар. Бәріне нүкте қоюың керек минуттар бар. Қоштасуға тура келетін жағдайлар бар. Оралуға болмайтын адамдар бар. Таңмен тұрып жұмысқа асығамыз, шаршатады, несіне жасырамыз. Түнде бәрін өзгертуді армандаймыз. Ал таңертең су сепкендей басыламыз. Ақша да емес, атақ та емес, бақытың ең бірінші денсаулығың жақұтың. Өзіңді күз, әр күніңді бағала. Өтіп жатыр, қайта келмес уақытың. Жүрекке байлық емес, жылу керек. Өз-өзіңді құрметтей білу керек. Шүкір етіп оянған әр күніне қайырлы, мәнді өмір сүру керек. Тыңдаушысы болмағандықтан емес, түсінетін ешкім болғандықтан соң үнсіз қалады. Сен ешкімді төмен санайтындай биікте емессің. Бір күн туады, өзіңнің төмен санап келсеткен әр нәрсенің беделін өтесің. Ашуға қисаңға бөлінген қимайтын, жақын сен тұрсаң да жаныңа сыймайтын, кешіріп тұрсаң да кездескің келмейтін бір достар болады, жүздескің келмейтін. Ризамын өмірге келгеніме, азды көпті қызықты көргеніме. Бұл жалғанның түбіне жеткен бар ма? Тәубе қылдым тәңірдің бергеніне. Тағдырдың қиыншылықтарына кез келген адам төтеп бере алады. Адамды шын сынағың келсе, оған билікпен. Ұмытпа, кейде Алла кейбір адамдардың шын жүзін саған көрсету үшін мүмкіндік береді. Барлық нәрсені жақсырақ түсіне алуың үшін азап шеккізіп, көз жасын төктіреді. Тіпті жалған немесе өзімшіл адамдардан құтылу үшін саған қиын күндер береді. Бірақ біл, бұлардың барлығы шындықты көре алуың үшін. Пікір қайшылығына қарамастан басқа адамды сыйлай алсаңыз, бұл сіздің адам болғандығыңыз. Әдетті адам